Алматыға Шардарадан келіп отырсыз ғой. Саламатсыздар. Шардарада тұрып жатқаныңызға неше уақыт болды? 20 жыл болды. Ауылдарыңызда қазір қандай жағдай орын алып жатыр? Больницада баланың жылаған дауысы шығады. Оны мен өзім көрген жоқпын. Бірақ видеоны, сол күні тараған видеоны көрдім да. Әлеуметтік желіге демек видео тараған ғой? Тараған. Ол видеоны кім таратып жүр? Қандай мақсатта және? Оны мен білмеймін, кім таратқанын. Қай мақсатта таратқанын білмеймін. Мен сол жерде жұмыс істеген бір-екі адамдардан сұрағанымда, шынымен осындай бала жылайды деп айтылды. Қазір мен сіздерге һәм күллі елге сол бір әмбеге аян болған видеоны көрсетейінші. Одан кейін сұхбат жалғастырамыз, экранға зер салайық.